Барлықтарыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен осындай әдемі брошканы дайындап шығатын боламыз. Ол үшін бізге әртүрлі тастар қажет болады, фетр қажет болады, және де заколка қажет болады. Бұл жерде менің фетрімнің диаметрі 7 см, 2 данасын қиып алдым, және бір данасына осылай центр белгілеп, үлкен тасымызды тігіп аламыз. Тасымыздың өзінің тігетін орны бар. Сол орнымен тігіп бекітіп аламыз. Мінекей, тасымызды бекітіп болдық. Енді осындай жемчугімізді круглый айналдырып тігіп шығатын боламыз. Жемчугімізді тігіп жатырмыз. Оның арасында мен ыстық клейімді қосып қойып жатырмын алдын ала. Қазір жемчуг тігіліп болғасын метражный стразы тігетін боламыз. Енді ыстық клеймен жұмыс жасаймыз. Бұл жерде мен қазір метражный стразыды клейлеп шығып жатырмын. Айналдырып бүкіл диаметріне клейлеп шығамын. Келесі кезекте бізде осындай золотой цветтегі бұл жемчуг. Оны да біз клейдің көмегімен айналдырып клейлеп шығамыз.
Бұл жемчікті да біздер клейлеп болдық. Бұл жемчіктің айналасына енді метражный стразымызды клейлеп шығатын боламыз. Бұл жерде өте әдемі, көздің жауын алатын осындай брошкамыз пайда болып жатыр. Жасалу өте оңай. Әрбір келіншек жасап алса болады. Неге біздер стразымызды жабыстырып алдық. Ендігі кезекте біз инежіміздің көмегімен жемчугтарымызды тігіп шығатын боламыз айналдырып. Өте әдемі брошкамыз пайда болып жатыр. Ендігі кезекте бізде үкі тағылады. Үкіні біз бірінші қойып аламыз дұрыстап, содан кейін ыстық клейімізді құйып, осылай артқы жағын жабыстыратын боламыз. Артық жерлердің барлығын қиып алып тастаймыз.
бұл жерде мінекей көріп тұрғандарыңыздай қолдың көмегімен жан жағына клей жағып басып дұрыстап жабыстырып аламыз. Мінекей жабыстырып болдық. Енді бізге осындай полужемчуг қажет болады, метражный. Оны біз мына екі фетрдің жабысқан жеріне жабу үшін қолданатын боламыз. Неге бізде последний штрихи қалды. Бұл жерде заколкасын қыстырамыз ыстық клейдің көмегімен. Сонымен дайын болды. Достар, сіздерге ұнаса видео лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Сау саламат болыңыздар.